сіздермен бірге сұмдық фильм арнасы. Бүгін мен Мұз қақпан деген киноға обзор жасайтын боламын. Кино өмірде болған оқиға деген жазумен басталады. Күйеуі мен әйелі жол жүріп келе жатып шаршап, машинада ұйықтап қалған. Таңертең оянса, машинаның сыртынан мұз бен қар басып қалыпты. Қанша тырысса да, олар есік терезені аша алмады. Еркек машинаны оталдырайын десе, аккумуляторда қатып қалған екен. Сонымен бұлар өз көліктеріне шыға алмай қамалып қалды. Әйелі: "Ей ұйқыбас, осының бәріне сен кінәлісің. Бәрі сенің кесіріңнен, тоқтамай жүру керек еді" деп айыптай бастады. Олар біреуге хабарласып көмекке шақырайын десе де, сет жоқ, соткада заряд аз қалыпты. Тамақтан тауық пен балық қосылған сэндвичтері ғана бар екен. Олар сэндвичті тез арада жеп қойды. Күйеуі әйеліне: "Уайымдама, ерте ме кеш пе, бұл жерден адамдар жүреді, сол кезде құтыламыз" дейді. Сонымен қатар әйелі жүкті және ай күні жақындап қалған екен. Күйеуі әйелін жылыту үшін свечи жағып, көрпеш жауып қойды. Бұл уақытта қар одан әрі жауып, машинаны сырт көзге көрінбейтіндей етіп толық басып қалды. Күйеуі тағы да бірнеше рет терезені тепкілесе де ашу мүмкін болмады. Әйелі: "Мен әжетханаға барғым кеп тұр" деп айтты. Күйеуі оған сүлгі беріп, "Мынаны бұтыңа тығып жібере бер" деп айтты. Жүкті әйел уайымдағандықтан қатты стресске түсе бастады. Олар: "Біз барынша шыдап отыруымыз керек" деп қалған тамақтарды бөлшектеп қойды. Сөйтсе, тамақ 12 күнге ғана жетеді екен. Ал су болса тек 2 бөтелке. Әйел: "Бұл болмайды, қайтсек те көліктен шығу керек. Бір нәрсе ойлап тап" десе де, күйеуі: "Қолымыздан ешнәрсе келмейді, есік ашылмайды, шықсақ та бұндай қалың қар мен аязда үсіп өлеміз. Қар тоқтап күн ашылғанша күтіп отыруымыз керек" деп келіспеді. Бұл жағдайға күйзелген әйел тағы да күйеуін айыптай бастады. Сыртта аяз күшейіп, олар жаурай бастады. Тіпті олардың бөтелкесіндегі сулары да қата бастады. Күйеуі таң ата оянғанда қолы бөтелкеге тиіп кетіп, біраз су жерге төгілді. Әйеліне: "Неге бөтелкенің аузын жаппайсың" деп айғайлады. Олар түнде бір дауыс естіп оянып кетіп көмекке шақырса да, олардың қар бен мұз басқан көліктерден шыққан дауыстары ешкімге естілмеді. Әйел тез арада көліктің сигналын басып еді, ол да қуаты аз болғандықтан өшіп қалды. 7-ші күні еркек терезедегі мұзды свечімен ерітіп көрмекші болып еді, ол айтарлықтай нәтиже бермеді. Әйел ашуланып, барлық заттарды лақтырып жатыр еді, кенеттен сет ұстап кетті. Ол әкесіне хабарласып өзінің қиын жағдайда қалғандығын айтса да, нақты қай жерде екенін айтып түсіндіре алмады. Сол уақытта сотканың заряды өшіп қалды. Күйеуі: "Нең бар, бос нәрсені айтып маған бергеніңде, мен қайда тұрғанымызды айтар едім ғой" деп күрсінді. 9-ші күні олардың жағдайлары тағы да ауырлады. Күйеуі тағы да өз тамағын әйеліне бере салды. Әйелі: "Тамақ аз, біткенде не істейміз" деп сұрады. Еркек терезеден қарды ерітіп жейміз дегенде, әйел тағы да: "Сен қандай еркексің, бір терезені сындыруға күшің жетпеді ма" деп айыптай бастады. Бірақ еркек сыртқа шыққанша көліктің ішінде отыру жөн деп санады. 11-ші күні әйел: "Бәрі бітті, біз өлеміз, сондықтан хат жазып қалдырайық" деді. Күйеуі бұндай сөздерге ашуланып жауап берді. Олар қар тазалағыш көліктің дауысын ести сала жан даусымен айғайласа да, сырт жақтан олардың дауысы естілмей, қар тазалағыш өтіп кетті. Олар тағы да бірін-бірі кінәлап ұрса бастады. Күйеуі: "Мені жұмыстан шығарып жіберді, сені алдадым" деп әйелін одан әрі ашуландырды. 15-ші күні олардың жағдайы мүшкіл болып, әйелді толғақ қыса бастады. Әйел сәтті босанып шықты. 20-ші күнге дейін еркек қатып қалған мұзды сәтсіз тескілеумен болды, ал әйел тамақ ішпегендіктен сүт шықпай баласын емізе алмады. Күйеуі үстіндегі киімдерін шешіп, "Мені уайымдама" деп баласын орап қойды. Екеуі де ұйықтап кетті. Әйелі оянса, күйеуі суықтан қайтыс болып кетіпті. Әйел ұзақ уақыт жылап, тамақ таппай, баласын емізу үшін қағаз жей бастады. Ол аз болғандықтан бала туғаннан қалған жатыр жолдасты да жей бастады. Бірқатар уақыттардан соң сүт шығып, ол баласын емізді. Тағы бірнеше күннен соң оның психикасы бұзылып, ол өліп қалған күйеуіне сөйлей бастады. 24-ші күні әйел қардың ери бастағанын көрді. Ол еріген қарды итеріп көліктен шықты. Біршама уақыт жүрген соң ол адамдар тұратын мекенге жетіп аман шықты.